Сәлеметсіздер ме? Мен Аркпын. Әйтеуір осы жерге де келдік қой. Эльфтер ауылы Лалатоя. Ашыңдар, мен Ариана Глинсмепл. Мен ұрланған эльфтерді құтқардым. Мен басшыммен кездесуді сұраймын. Бұл қиялдың бір бөлігі. Фантастикалық ашылатын қақпа. Нағыз фантастикалық жанр үшін. Кәне эльф ауылы, кәне. Бұл жерде эльфтер өмір сүреді. Мен басшыға кіріп келейін, ал сен осы жерде күте тұр, Арк. Бұл жер өте үлкен, және ескі екен. Мына ауыл өте көне секілді. Эльфтерді өте ұзақ өмір жыл сүреді деп естіген едім. Бұл сыбыс бұл жердің өте көне екеніне дәлел. Мен сені ұстап аламын. Бір, екі, үш, төрт, бір. Міне, мен келдім. Рұқсат алдым, кіре бер. Кіре берсең болады. Неткен үлкен ағаш. Бұл басшы үйі. Қош келдіңдер. Мен Дилантах Лалатоя, осы ауыл басшысы. Қызым сен оған көмектескеніңді айтты. Мен Глинспін, Диляна елі және Арианың анасы. Сіздермен танысу мен үшін үлкен құрмет. Мен Арк, саяхаттаушы қаңғыбаспын. Сіздер Арианың ата-анасыздар ма не? Бұл жылы мен 170-ге келдім және мәңгіге. Анашым, қазір сіз 245-тесіз. Әрдайым осындайсыз. Эльфтер шынымен де ұзақ өмір сүреді екен. Тоқта, Ариана. Сонда бұл ауылдың басшысы сенің әкем болып шықты ма? Мен саған айтпадым ба? Қызым болып жатқан оқиғаларды айтып берді. Сен біздің тұрғындарды құтқарыпсың. Бүкіл эльфтер атынан алғыс айтамын. Сонда да менің қызым лордтың сарайына шабуыл жасайды деп күтпедім. Олар өздері бірінші келісім шартты бұзды. Сенің тапсырма тек ұрылар базасын бұзу еді. Сарайдың бұл жерде не қатысы бар? Басшы, мен сізге асықпай отырып түсіндірейін. Түсінікті. Сендер лорд сарайынан қыздарды құтқарыпсыңдар ғой. Енді бәрі түсінікті. Бірақ енді маған бұны басшылар кеңесіне айтуға тура келеді. Мен сенімен барамын, әке. Жарайды. Мен Мэплға ертең азанда барамын. Және мына келісім туралы шешім шығару керек. Эльф құлдар туралы. Сіздер сөйлесіп болыңыздар ма? Келіңіздер онда ас жейік. Ас болсын. Арк, алаңдамасаң болады. Біз сенің қарғысын туралы естідік. Ұялмай, қысылмай тамақ жей берсем болады. Тамаққа рахмет. Егер қаласаң тағы келейін. Рахмет.
Кайырлы таң, арык досум. Досым, сіз өте ерте тұрыпсыз, Глинис ханым. Дилан мырза мен Ариана ханым кетіп қалды ма? Иә, жаңа ғана кетіп қалды. Күте тұр, қазір дастархан жайып жіберейін. Алғысым шексіз. Біз сізді күттік, Дилан мырза. Мейплға баратын сиқырлы дөңгелек дайын болды. Ал кеттік, Ариана. Иә. Hoş geldinizdir. Emdik şöptер керек пе? Ен сапалысын табасыздар. Келіңіздер, көріңіздер. Татып көргілеріңіз келмей ме? Той басшысы Дилан, эльфтарды құтқару тапсырмасы туралы айтуға келдің бе? Дәл солай. Серуенде бауылды көрсетіп жүргеніңізге үлкен рахмет. Түкке де тұрмайды, сенің Ариананың құтқарғанның қасында. Тұрғын жерлер өте үлкен екен. Және эльфтар да өте көп секілді. Қауіпсіздік үшін біз кіші ауылдарды қосып алғанбыз. Бұл жерде 4000-нан астам эльфтар бар. Орлау бұрыннан бері жалғасып келе жатқан секілді. Мұнда адам не істеп жүр? Мұнда адам не істеп жүр, қауіпті емес пе әйтеуір? Бұндай сауыт сайманды бұрын соңды көрмеппін. Мұнда адам не жоғалтты екен? Сауыттағы аға. О, бұл сендер ме қыздар? Аға, сен қонаққа келдің ба? Иә, Ариана ханым қонаққа шақырды. Қараңыз, емдеп едіңіз ғой? Бәрі керемет менде. Қараңыз. Қатты қуаныштымын. Және абай болыңдар. Рахмет сауыттағы аға. Сау болыңыз аға. Көріскенше. Мені кешіріңіз, Глинис ханым. Ештеңе етпейді, олар сені көргеніне қуанышты. Тыңдашы, менімен қылыштасқың келмей ме? Қылыштасу. Қазір аниме каналшына арнайды басталды. Бәрібір лорд сарайына шабуыл қауіпті қадам болды. Бірақ лордтың өзі келісім шартты бұзып отыр 400 жыл бұрынғы. Бұны мен соғыс ашқысы келді ме? Адамдар бізбен соғысып қырылғандардың есінен шығып кеткен сияқты. Біздің аталарымыздың жасағаны адамдар үшін тарих. Олардың ұмытып кеткені анық. Біздер адамдарға жалшы жіберек, түсіндірме хат жазып. Біз ешкімге ештеңе түсіндірген міндетті емеспіз. Егер біз жалшыларды жіберсек, оларды ұстап алатыны енді айдан да анық деп ойлаймын. Адамдардың алдында абыройымызды түсірмейік. Шынымен, бірінші келісімді адамдар бұзды. Бірақ лорд сарайына шабуылда өте қате болды. Егер бұл жария болатын болса, бізді үлкен соғыс күтейін деп тұр. Эльфтарды құтқару жалғасу керек. Бірақ Родданың реакциясына да мұқият болу керек. Әйтпесе болмайды. Сұрауға рұқсат етіңіз. Бұл жай біздің арамызда семсерлесу, спарринг болды ғой, ә? Иә, алаңдама, сен Ариана қалай семсерлесетініңді көрдің ғой. Оған семсерлесіп үйреткен мен саған тез берілмеймін. Сосын түнеге лифттерді семсерлесуге қабілеті бар. Сондықтан ең танысқан жанмен күш сынасқымыз келіп тұрады. Және тағы мен қызымның жолаушысы қандай мықты екенін көз жеткізуім керек. Не деген мен анамын ғой. Көріп тұрмын, түсінікті. Бастайық. Дайын бол.
Жылдам. Сен жақсы бақылайсың, бірақ мен сен жаңадан семсері үйренші секілді ұстап алдым. Егер көрсең, тез жылжитын едің. Тез орныңнан тұрып, біз енді бастадық. Мұндайды армандамадым да. Егер мен мұнда өмір сүрсем, семсерлесу жай керек болмайды. Нағыз қылыш шеберінен сабақ аламын. Мен дайынмын. Жарайды. Әке, бұлай болғаны өкінішті. Сен біздің тұрғындарды құтқардың. Мен сені кінәламаймын. Ізденісіңді жалғастыра бер. Және арықты саған ресми түрде жалдайтын боламыз. Кеш батып кетті. Мен Ивенді көргім келіп еді. Тура Мейпла келіп қалпыз, көріп кетейік. Әпкеме айтар ісіңіз бар ма? Айтпақшы, мен саған айтып үлгермедім ғой. Ивен келесі жылы тұрмысқа шығады. Не? Шын ба? Ешқашан тұрмысқа шықпаймын деген әпкем тұрмысқа шығып жатыр ма? Арин! Сен не, амандаспай өтіп кеткің келді ма не? Ивен әпке, Сені көргеніме қуаныштымын. кешір, біраз болыпты көріспегелі. Мен тіпті жұмыстан да шығып кеттім сені көру үшін, Ариана жаным. Ай, Ивен, еш өзгермейсің. Әке, сіз де осындасыз ба? Қандай әпше? Әпке тайды, біз көріспегелі біраз өсіп кетіпсің. Жарайды, мен кеттім, жетіп аласыңдар. Жоқ, тоқташ, әке! Сізге де дауа жоқ, әпке. Мен шын айтамын, жарайсың, Арин. Маған сенің көп эльфтарды құтқарғаныңды айтты. Сен мықты бола түстің. Қайдағы сізге жету екі талай. Айтпақшы, әпке, сен тұрмысқа шығып жатыр дейді ғой, рас па? Иә, Арин, сен не қызғанып тұрсың әпкенді тартып алады деп? Ол туралы айтшы. Ол өте салмақты, жарына атал, және сәл біртүрлі. Саған қызық қой, ә? Ондай қатты емес. Ариана, ал сенде жігіт жоқ па? Жоқ, әрине. Қандай қызық, түріне қарашы. Мен шештім, сенің күйеуін менен мықтырақ болу керек. Әйтпесе үйлену той болмайды. Сен менің ешқашан тұрмысқа шықпағанымды қалайсың ба? Дәл өзі. Қойшы, әпке. Ауада қалқу! Жеңіс менің қолымда. Күн батып қалыпты. Ариананың келуіне дейін тамақ дайындау керек. Үйге қайттық, досым. Дұрыс айтасыз, Гленис ханым. Ешқандай да сиқырмен ұта алмайтын күш болады екен ғой. Өмір үлкен, Понто. Терлеп кеттім, ой, ванна қабылдау керек. Ванна? Ваннаға түскің келмей ма? Қарсы болсаңыз, мен сізге ақысын төлейін. Мен қарсы емеспін, қайта монтаны да жуындырып аласың. Міндетті түрде. Жақсылап шашыратпай шомыл, Понто, сен қазір менде тап-таза боласың қазір. Охо, көбіршікті өлім. Бірінші рет ванна қабылдап жатырмын бұл өмірге келгелі. Өте қиын дайындықтан кейін сүйек қыздырған жақсы екен. Понто. Дегенмен мен терлемедім. Жарайды.
Мен судағы өлік сияқты көрінетін шығармын, я Понто. Kanka? Жоқ, Ариана ханым, бұл мен Арк. Батпан Зарян ханым. Егер ваннада болсаң ескерту керек еді. Кешірім сұраймын. Ариана, саған не болды? Қып-қызыл болып кетсің ғой. Ештеңе, қойыңыздаршы. Демек бәрі жиналыпты ғой. Астартпас бұрын бір мәселені шешіп алайық. Сонымен басшылар жиналысында сендер эльфтарды құтқаруды жалғастыратындарыңды айтты. Қалған эльфтарды құтқару үшін. Мен сенен көмек сұрап, Арианаға ары қарай көмектескеніңді қалаймын, Арк. Бірақ біз саған үлкен сыйақы уәде ете алмаймыз. Өйткені сен бізден бай екенсің. Сол үшін саған ақпарат алмасу ұсынар едім. Ақпарат? Иә, ол сенің қарғысыңды шешуі мүмкін. Әйгілі Крона қасындағы кез келген қарғысы шешетін өзен бар дейді. Олай болатын болса өте жақсы болар еді. Ол әйгілі Крона деген не өзі? Біздің әлемде әртүрлі айдаһарлар бар. Және олардың ең мықтысы Лорд айдаһары деп атайды. Олардың үйшігінің қасында өсетін ағашты Крона деп атайды. Әйгілі Кронада әртүрлі аруақтар өмір сүреді. Ағашқа және жапырақтарға әсер ететін. Түсінікті. Лорд айдаһарының өңіріне кіру сонша қауіпті ме не? Адамға әрине мүмкін емес. Бірақ біз эльфтар келсек, ол бізді өткізіп жібереді. Не айтасың? Төлемақы ретінде өзен жарайды ма? Әрине. Арғы шешу менің NPC адамдағы оқиға еді. Енді бәрі байыпты. Алаңдама, өзенге барарда мен күзететін боламын сені. Шын ба? Сен келсесің Берг, эльфтерге ары қарай көмектесуді жалғастырасың ба? Әрине, өте қымбат ақпаратқа рахмет. Мен оны өмірімнің соңына дейін ақысын қайтаратын боламын. Көмегің үшін алғысымыз шексіз саған, Арк. Сіздер сөйлесіп болыңыздар ма? Келіңіздер онда ас ішейік. Ертеңгі күні біз Ариана ханым екеуміз эльфтарды құтқаруға барамыз. Шынымен де мен осындай болуым қарғыстан ба? Басында бұл жай аватар етіп, егер расында бұл қарғыс болса, қарғыс шешу орта деңгейлі қасиет. Мүмкін оны мен өзім қолдансам, жұмыс істейді ме екен? Тағы да әулиенің өте үлкен деңгейінде әулиенің қасиеттері бар. Бірақ ол қасиет қарғысты ғана шешіп қоймай, өте қатты зақым келтіреді. Сондықтан бұл қарғыс шешу. Аниме казаниме каналшына арнайы дыбысталды. Дыбыстағандар: Рыцарь Канканы, Нұрдос, Ариананы, Кәусәр, Галинисті, Тамаша, Мэйпл басшысын, Саят Пауырм. Назарларыңызға рахмет, осымен анимеміз аяқталды, бірақ сіздермен біз қоштаспаймыз.